Аппарат менің ағам, туған бауырым, Талғар ауданы әкімінің аппарат басшысы болып жұмыс істейді. Аты қалай? Аслан Қасымбаев Нұрғайыпұлы. Одан басқа біздің туысқандар полиция қызметінде болмаса прокуратурада жұмыс істейтініміз жоқ. Туыстарымыз. Ал енді мына Ержан деген бауырыңыз сотталып кеткен ғой. Сол бар емес пе? Ол туралы не дейсіз? Ержан деген менің інім 14 жылға бас бостандығынан айырылған. 2017 жылдан бері өзінің жазасын өтеп жатыр. Қазір түрмеде. Қазір сол түрмеде. Сол Ержанға байланысты әртүрлі бүгін әртүрлі суреттер пайда болды. Соны көрсетсем, соның ішінен бір-екеуін таниды деп жазып жатыр. Танып көрсетіп бере аласыз ба, кім екенін? Көрсетейін. Мына жігіттердің арасында